Армысыздар, қымбатты достар, баспаналы болған оқырманымызбен бейне пікір түсіру барысындамыз. Сәуле ханым, енді бағана екеуміз видео пікір түсірмей тұрып сұрап жатырмын ғой. Қай жақтансыз десем, Шымкент Наржанды Сарыағаш деген жерден дейді. Мен айтып отырмын да, шымкенттіктердің бәрі Астанадан үй алып жатыр ма деп. Енді өзім де Шымкентте туылғанмын да. Себебі алдында бір кісі келді, үй алып кетті. Жетісайданмын деді, Шымкентте мен Сарыағаштамын, содан айтып отырмын да. Одан қалса Сәуле ханымның бір сөзі маған ұнады да. Мен міндетті түрде осы кісімен жақында суретке түсем үй алып дегенші. Керемет, қандай керемет сөздер. Жалпылама баспанаңыз құтты болсын. Өзіңіз бір-екі ой айтсаңыз біздің жұмыс бойынша. Сәлематсыздар ма? Осы Мақсат мырзамен мен бір жылдан бері подписымын. Әрқашан қарап отырам сайттарына. Программа шыққан сайын көріп отырам. Осы Наурызға бір барып көрейінші деп келген болатынмын. Сол кезде мен Клара ханымға түстім. Клара ханымның жұмыс пайызы өте маған ұнады. Білмеген жерімді көрсетті, түсіндірді. Қорықтым, қорықпаңыз, неге қорқасыз деп. Міне Аллаға шүкір 2 бөлмелі үй болдым. Сіздерге рахмет, істеріңіз биіктен көріне берсін. Сіздерге үлкен рахмет. Өте қуаныштымын осы сіздердің арқаңызда. Мен бір жыл бұрын арман болатын, осы Мақсат ағамен бәрібір мен бір суретке түсемін деген. Міне арманым орындалды. Сіздерді де шақырам. Өте көмекті жақсы береді, жақсы түсіндіреді. Келіңіздер. Әрқашанда арман мақсат орындалады. Рахмет. Енді Сәуле ханым, баспанаңыз құтты болсын. Рахмет. Бізге осылай білдірген ниетіңізге, пікіріңізге өте үлкен алғыс. Рахмет. Осы енді мен әрқашанда айтып отырам, Астана қаласынан үй алу, ол өте бір үлкен жетістіктердің бірі. Себебі бұл бірдей бір мемлекеттің бас қаласы, елордасы. Құтты үй болсын, жақсылыққа толы үй болсын. Өзіңіз айтып тырмысып, талпынып, ұмтылып жүріп жеткен бір жеңісіңіз ғой. Үлкен жеңіс деп айтса да болады. Сондықтан жақсылыққа толы болсын. Бізге білдірген сенімдеріңізге үлкен алғыс. Сіздерге жұмыстарыңыз сәтті болсын. Рахмет. Құтты үй болсын. Жақсы.